Мүшелбай Қапанұлы 1963 жылы Аралбай ауылында дүниеге келген. 1981 жылы әскерге аттанып, 83-те елге оралады. Торғайда еңбек еткен. 1991 жылы көлік апатына түсіп, 4 жыл төсек тартып жатқан екен. Аварияға түскеннен кейін енді семья болғасын, енді әйелі болғасында жүреді. Самолетпен санавиация ол кезде аварияға түскеннен кейін сразу санавициямен осында жеткізді. Операция жасап, 2 комнатқа жинаған екен. Осы өнерге қалай келдіңіз? Құрал Сайманды ол кезде 95 жылы 94 магазиннен жолдасым алып келіп, кішкентай осындай балғасы бар, екі түрлі балғасы бар, темір арасы бар, ең оңай сақиналар, қаттама дейді жаңағындай, балдақ, сосын жаңағындай, ондай үлкен жүзіктер істей алмаймын ғой. Сонда бірте осындай халыққа қалай ұнамды, сондай сақиналар шығарды. Бізге Мүшелбай ата сақинаны қалай жасау жөнінде құпиясымен бөлісті. Қақтап, жоғалтып аламыз. Бауыр жасау үшін бұл күмістің ортасын былай ойып аламыз. Дөңгелек қалпында. Дәл қазір мен мынау бауырларын дайындап жатырмын. Мынандай бауырды мынаған салып, темірге салып ұрғанда мынау ұзарып, жаңағыдай бауырдың қалпына келеді. Сосын мұны озорына салатын мынандай ізге саласың мынандай. Ізге салғанда иә мынандай 3 тармақ болып шығады. Сосын оның арасына иә анандай шыққан ізді ирек оны салатын құралы бар. Тағы сонымен саласың. Мынандай ирек болып тұрады. Дайын күйінде осылай бұны ертіп, жаңағыдай бетіне бүршік салуға, сосын жеріне ойын салуға осылай ертіп жүрмістер. Мүшелбай Қапанұлы отбасылы, 4 баласы, 3 ұл, 1 қызы бар. Бүгінде балаларының алды үйленіп, немере сүйіп отырған аяулы ата. 2 реттей өзім экскаваторды қазып жүргенде, жаңағыдай үйдің фундаменті қазып жүргенде экскаваторым 2 рет опырылып, оны жардық. Өз қазған, өзім трактормен экскаватормен құлап кете жаздаған. Сонда өзім кейде ой тұрғанда ойлайсың ғой. Сонда мен осы ата кәсіпке мені баулып жүрдім екен, еттім екен. Ақыры құлатты ғой мен. Құлатқаннан кейін осыған отырғызды. Елімізге посттарға жұмыс қараған заман болсын. Аллах шағамыз, тағымызға болсын. Қазақтың өнері ары қарай өрлей берсін.